Құрметті YouTube көрермендерім, келе жатырған жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Яғни жаңа жылда мен сіздермен керемет бір рецептпен бөліскім келіп отыр. Яғни рецепт дегенде қазіргі кезде өте білесіздер, бұл 99% көп адам баласында, яғни балаларда да, үлкен кісілерде де болып жатады. Паразит дейміз, глисты дейміз, неше түрлі. Менің өзімнің тәжірибе жасалып, нәтижесін көргесін сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Және мен сіздермен көптеген денсаулыққа пайдасы бар, дәрі-дәрмексіз көмегі беретін сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше маған подписка жасап, видеоның соңына дейін қарап шықсаңыздар, сіздерге рахмет. Яғни бұл асқабақтың дәні, яғни тыквенный семечки дейді. Біз оны ешқандай дәнінен ажыратпаймыз. Біз осылай қабығымен бірге, осындай кофемолка болса, соған не істеп өткізіп алуға болады. Яғни мен кофемолкаға саламын қазір. Соны уақыттап аламын. Уақыттау керек, жақсылап тұрып. Мұқият қарап отырыңыздар. Дайын болды. Өте оңай және тез, және денсаулыққа бірден пайдасын тигізеді. 3 күннің ішінде сіздер паразиттен құтыласыздар. Жасап көріңіздер міндетті түрде, және нәтижесін менің комментарийіма жазып кетіңіздер. Осы видеоның астына комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Егер де сіздің суставтарыңыз, аяқтарыңыз өте қатты ауырып жүрген болса, мен онымен де жақында бөлісетін боламын. Яғни, уақыттап алдық. Салдым. Енді ұмытпаңыздар, 1 стақан сүт керек болады. Сүтіміз жылы болу керек. Біз оны бірден араластырып тастамаймыз, осылай қоямыз. Уақыттап аламыз да, дәнімізді қойдық. Яғни осындай смесь, осылай уақыт болу керек. Қалқан сияқты болу керек қой. Күнде таңертең аш қарында міндетті түрде 1 стақан жылы суға 2 қасық, үлкен қасықпен 2 қасық салып жіберіп, бұлғап ішіп аласыздар. Таңертең аш қарында ұмытпаңыздар. Осыны міндетті түрде жасаңыздар. 3 күн, 1 жұма көрсете, оның ешқандай зияны жоқ. Бірақ нәтижесін мен 3 күнде көргесін сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Міне осындай керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, және комментарий астына жазып кетіңіздер. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ем болсын, оқырмандар, көрермендер.